Ассалаумағалейкум қарыздар ағайын, қалдарыңыз дәрігер жұмадан жарқын. Өңдеріміз жақынғы уақытта хабарласып пікір қалдырып, комментарий жазып жатқан аурудың тағы бір түрі ми соққысы, яғни орысша айтқанда инсульт, ми қан тамыр ауруларының бір түрі болып табылады. Мынау көктем келіп, әрине көктем келгенде адамның көңіл күйі серпіледі. Дегенмен де бұл көктемдегі ауа райының өзгерісі өте күрделі болғандықтан қан тамырдың жиырылып босаңсуы осы температураның өзгеруіне ілесе алмай қалғандықтан, әсіресе орта қарт кісілерде осындай жағдайға үйлесу қабілеті тіпті нашар болғандықтан осы кісілерде ми соққысы, инсулит ауруының көбірек пайда болуы салыстырмасы туындайды осы уақыттарда. Сондықтан осыған өте назар аударып мән берген қажет. Енді бұл ми соққысы дегеніміз бір түсініктеме беріп келсек, ми қан тамырларының тосылуы немесе ми қан тамырларының жарылуынан пайда болатын ми қызметінің тосалғыға ұшырау сипатындағы ми қан тамыр аурулары. Ал енді бұл ми қан тамырларының тосылуынан келіп шығаратындығы, ол мысалға миға қанның ұйығы болса, ми қан тамырларының жарылуы миға қан жиналу деп аталынады. Мысалға мынау адамдардың ішінде, осы аурулардың ішінде қан тамырдың босаңсып жиырылуы нашар адамдарда немесе қан қысымы өте жоғары адамдарда осы ми соққысы көп болады. Әрине қаны қою адамдармен инсулин бөліну кедергі ұшыраған, яғни қант несеп диабет ауруларында мидың қан ұйығының пайда болуынан ми қан тамырының тосылуы көбірек кездеседі. Енді мынау осы мезгілге байланысты талдау жасағанда 60 жастан асқан ер кісілерде осы көктем мезгілінде ми соққысына ұшырау салыстырмасы әлдеқайда жоғары болады. Жоғары қан қысымы бар кісілер аурулар үшін алып айтқанда, әрдайым қанды қысымын сол қалыпты деңгейде ұстау. Әдетте қарт кісілерде 140-90 осы мөлшерден, осы көлемнен аспау керек. Қанты несеп ауруы бар үлкен кісілерде 130-80 осы аралықта тұрғаны әбден болады. Әр уақытылы қан қысымын өлшеп тұру, әсіресе таңғы мезгіл мен түстен кейін осы екі мезгіл қан қысымының жоғары болатын кездері болып табылады. Осы кезде қан қысымын өлшеудің мағынасы зор болмақ. Қант несеп ауруы бар пациенттер үшін қанттың деңгейін ойдағыдай ұстау керек. Аш қарында 7-ден аспау керек, тамақтан кейін 11-ден аспаған әбден. Ал енді қаны қою, денесі толық семіздеу кісілер үшін алып айтқанда, сұйық шалаң тамақтану, салмақ тастау, сонымен қатар қанттағы май құрамдарын түсіретін шөп дәрілерді пайдалану әрине артықтық етпейді. Сонымен қатар мынау ас тұтынудан бөлек арақ, темекіні сөзсіз тастауларыңыз керек, үлкен кісілер әсіресе. Сосын аспирин, шек беретін аспириннің түрлері бар. Соны да дағдылы пайдаланып жүрген, осы мида қан тамырда қан ұйығының пайда болуын алдын алатын, бұл да бір үлкен таптырмас көмекші. Енді бұл ми қан тамырлары ауруының ішіндегі осы ми соққысы адамзаттың өміріне қауіп төндіретін бір жендет деп айтуға болады. Оның қайталау салыстырмасы мен адамдардың мүгедек қылу салыстырмасы өте жоғары. Сондықтан да бұл аурудың пайда болуының алдын алу да бұл ауруды байқау ең алдымен. Одан кейін ерте байқап, ерте емдеу соңғы нәтижесінің жақсы бір көрсеткіште болуына әсер ететін белгілердің бірі. Әдетте мидағы қан тамырда ұйығы пайда болған жағдайда тілі күрмелуі мүмкін. Осы бір ауру белгісіне өте назар аудару керек. Әрдайым тілі күрмеліп, аузынан қан шықса, онда бұл сол ми қан тамыр ауруларының алғашқы белгілері болып табылады. Ал енді кейбір осы ми қан тамыр ауруының алғашқы мезгілдеріндегі белгілері көріліп болған адамдарда, пациенттерде орталық ми нерв жүйесінің сезімталдығы төмендегендіктен ауру белгілері үлкен мидың сол жағында болғанда, онда көбінесе оң жақ тілдің тұсын тістеп алуы мүмкін. Ал кейбір ауруларда ауру белгілері тек сол басы қысып, жаңағындай бір ауырласып, бір басына бір тас қойып қойған сияқты сондай бір ауырлық сезімдер туындауы мүмкін. Ал енді осы қан ұйығы пайда болған көп ауруларда бастапқы мезгілінде негізгісі жарты дененің салдану белгілері онша көріле бермейді, сезіле бермейді. Тек бір аузының бір тұсынан сілекей ағу, тілін жаңағындай тістеп алу, тамағы желгенде қолындағы тыстарды дұрыстай алмау, қолынан түсіп кету, жаңағы сақпа қолынан түсіп кету деген сияқты осындай бір оңай байқала қоймайтын жеңіл дәрежедегі белгілері көріледі. Егер де осы үй жағдайында үйдегі балалары, үйдегі жарлар, үй мүшелері осы байқала бермейтін белгілерді сақтықпен дер кезінде байқаса, онда бұл аурудың ең жақсы емдеу басқышында тұрған кезде, ауырласпай тұрғанда жақсы ем жасау арқылы ең жақсы нәтижедегі қалпына келу бір көрсеткішін көрсетуге болады.
Бұдан сырт бас ауыру мүмкін, есте ұстау қабілеті төмендейді, қол аяғы үйді, жүрген кезде орнықсыздау болады, оң сол тербеліп дегендей. Сөйлегенде дыбыс анық болмау, тілі күрмелу. Осындай жағдайды байқасаңыз, онда дереу дәрігердің көмегіне жүгінуге асығыңыз. Күніне 5 минут жұмсап, өзіңіз тексеріңіз. Бір жаңағында жоғарыда айтқандай кішігірім бір өзгерістер көзге көріне бермейтін, соны дер кезінде байқау арқылы тезірек ем қолданып, уақыттан ұтас әрі осы аурудың зардабын ең төменгі шекке дейін төмендетуге болады. Осы ми соққысында әдетте 4 жоғары белгіні айтуға болады. Олар бұның жоғары ауру салыстырмасы, жоғары өлімге әкеліп соғу салыстырмасы, жоғары мүгедек қылу салыстырмасы, одан кейін жоғары қайталау салыстырмасы. Енді бұл ми соққысын алдын алуда көбінесе 4 түйінге тоқтала кетуге тура келеді. Соның біріншісі жоғары қан қысымы бар, ми қан тамыры қатаю ауру бар, осындай аурулар егер де шұғыл жағдайда бас ауру, бас айналу, көзінің алды қарауыту, одан кейін басындағы бір нүкте немесе бір жақ қол аяғы жансызданып, осындай белгілер көріліп алса, онда бұл ми қан тамырларында жарылу сипатындық аурулардың болып жатқандығын ескертеді алдын ала. Ал екіншісі әрдайым қайталанған түрдегі тілдің күрмелуі, дыбыстың анық болмауы, заттарды көргенде көзі бұлдырау, бір жақ денесі жансызданып, ұю, бұлар болса, сол мынау мойындағы жоғары миға қарай кететін артерия қан тамырларындағы қан жетіспеушіліктің салдарынан болатын, сол жүйенің қан жетіспеушілігінен болатын мидағы қан жетіспеушіліктің бір классикалық белгілері бұл. Енді осы кезде миға қан ұйығы пайда бола бастайды деген сөз. Енді осы кездегі алдын алу шараларын, емдеу шараларын кешіктіруге болмайды. Үшіншісі, орта жас пен қарт кісілерде затты көрген кезде бас айналу, құлағы шыңылдау, құсу, одан кейін затты алған кезде дәл ала алмау, қол аяғы жансызданып, ұю сезімдері осылай жиі қайталана берсе, онда сол миға қан тасымалдайтын негізгі бір қан тамырлар, артерия қан тамырлары бар, соған қан жетіспеушілік пайда болды деген сөз. Енді бұл ары қарай дами берсе, онда ауыр дәрежедегі қан жетіспеушілік сипатындағы ми қан тамыр ауруларына әкеліп соғады дегенді білдіреді. Төртіншісі, жүрек ауруы бар кісілерде жүректің ритмі бұзылса, мысалға ревматизмдік сипатындық жүрек ауруы бар кісілердің жүрегінде дір пайда болса, онда сол жақ жүрекше қақпасындағы сол жақ жүрекше үйіндегі сол қан ұйығы мидағы қан тамырларға түсіп, мидағы ұйқы пайда қылады. Бұл да қатерлі бір белгілер. Енді бұл ми соққысы қазір әлемде өлімге душар ететін бір ауру себептерінің көп кезігетін бір түрі. Батыс елдерінде бұл 3-1 себептің біріншісі, оның алдында жүрек ауруларымен қатерлістік тұр. Мынау енді ми соққысы 3-ші болып табылады. Бүкіл әлем бойынша 10% адам осы ауру себебімен көз жұмады. Бұл енді бүкіл қоғамның әрбір мүшелері жай қарапайым адамнан бастап осы ми соққыларының осы бір белгілерін білген, бұл аурудың осылай ауыр дәрежеде болмай тұрып алдын ала байқап, алдын алуға көмегін тигізетінін айтпаса да белгілі. Сонымен қатар енді бұған тұрмыс әдеттеріне бір назар аударсақ, төмендегі тұрмыс әдеттерін өзгерту керек. Осы аурудың алғашқы сатысында тұрған немесе осының ауру белгілері көріле бастаған кісілерде, орта жас пен қарт кісілерде темекі мен арақ сөз тастау керек. Сонымен қатар түнімен жаңағыдай таң атқанша отыруды қою керек. Жату деген сияқты көбейіп кетті. Оның өзі бұл қанның ұюын одан арман күшейтетін бір фактор. Көбірек әрекет жасауға көшу керек. Енді аз әрекеттің мөлшері аз, бірақ көп рет қайталану керек деген сияқты сондай бір ритмді тұрмыс әдетін ұстану керек. Салауатты өмір салтын ұстану керек. Қысқа сөзбен айтқанда, қатты қалжырап шаршаудан сақтану керек. Қатты жаңағыдай құсу, шөту, қатты терлеу сияқты сусызданатын ондай жағдайлардың алдын алу керек. Тағамдық жүйенің құрылымын өзгерту керек. 3 төмен мен 2 жоғары деген сияқты тағамды тұтынуды, мысалға төмен тұз, төмен қант, төмен май, жоғары белок, жоғары калийлі тағамдар тұтыну керек. Әртүрлі жеміс жидектер, көкөніс, бұршақ өнімдері, соларды көбірек тұтыну керек есесіне. Қатты тоя. Жоғары айтқанымызда темекі мен арақ, ол енді бұл тек қана бұл ми соққысына ғана емес, денедегі кез келген бір ауруды келтіріп шығарған фактор екендігі қазіргі медицинаның ашқан бір сыр болып табылады енді. Сондықтан да ол екеуін әрқандай бір ауру бар адам сол 2 фактордан алыс жүру керек. Ал мұсылман адам үшін ол харам тиім екені айтпаса да түсінікті. Екіншісі көңіл күйді теңшей ұстау керек. Көңіл күйді әрқашан тұрақты, көңілі жадыраңқы, қатты ашуланып, қатты қуанып, өзгерістегі бір көңіл күйді немесе жабырқаушылық сияқты нервке тітіргендердің сондай бір күйзелістерден аулақ болу керек. Ол үшін Алланың есімдерін көбірек зікір ету керек, Құран оқу керек. Одан кейін сол жабырқаушылықтан, ашудан арылтатын арнайы дұғалар бар мұсылман қорғанда. Соны оқып жүріңіз. Үшіншісі,
бастапқы ауруларды емдеу керек. Мысалға, жоғары қан қысымы бар кісілер, онда қан тамырдың қатаюының бір факторы ол жоғары қан қысым деген. Ал енді жоғары қант несеп аурулары ол миға қан жетіспеушіліктің бір факторы қоздыратын. Осы екі факторды тізгіндеу керек. Қан қысымды теңшеу керек. Қандағы қантты төмендету керек деген сияқты шараларды ұстану керек. Енді ол туралы алдағы лекцияларымызда тоқтала кетеміз нақты жағдайында, Құдай қаласа. Төртіншісі, алдын алу сипатындық емдер жасау керек. Төмен мөлшердегі қан табақшаларының жиылуының алдын алатын, мысалға, аспирин дедік. Ішекте еритін аспириннің түрі бар, соны тұтыну керек. Пенсилин, сипилин, дукеси деген сияқты дәрілер бар, қан тамырды кеңейтетін, қанның айналысын жақсартатын, қанның жабысқақтығын төмендететін. Бұл дәрілер әрине дәрігердің көмегімен, рецептпен ұзақ уақыт тұтынуға тура келеді. Бұл осы ғылыми түрде тұтынсаңыз, бұл дәрілер ми қан тамырларында қан ұйығының пайда болуының алдын алады, қайталауының алдын да алады. Бесіншісі, уақытылы тексеруге өте мән беру керек. Егер бұрын сондай миға қан құйылып немесе мида қан ұйығы бар, сондай ауру тарихы бар пациенттер үшін ең жақсысы кемінде 1 жылда 1 ең аз болған, немесе жарты жылда 1 тексеріліп отыру керек, жалпы тексеруден өту керек. Қан қысымын әрдайым өлшеп отыру керек. Әсіресе таңертең азанда, кеш түстен кейін сол екі уақытта қан қысым жоғары болатын кезде, сол кезде ұдайыдағыдай өлшеп отыру, дәретке айналдыру керек. Қандағы май құрамы, қанның айналуындағы өзгерістер сияқты көрсеткіштер. Осыларды вақтылы тексертіп отырған жағдайда аурудың өзгерісін ертерек байқап, ертерек мәселені шешуге жол ашады иншалла. Ағайын, осы видеодағы осы лекциямыз сіздердің жоғарыдағы айтылған қатысты ауруға байланысты өзіндік көмегін тигізеді деп ойлаймыз иншалла. Сонымен қатар нақты бұл ауруларға үй жағдайында қандай бір көмектер жасауға болады, қандай шөп дәрілерді қолдануға болады, оған келесі лекциямызда тоқталатын боламыз иншалла. Ағайын, видеомыздың ұнамаса лайк басыңыздар, көпшілікпен бөлісіңіздер, білімді бөлсеңіз көбейеді. Сонымен қатар арнамызға тіркеліп біздің тұрақты көрерменіміз болыңыздар. Қазақ тіліндегі медициналық арнамызды қолдап қойсаңыздар ағайын. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.